Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте ерекше дәмді ет қосылған пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте керемет дәмді болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Қамыр жасау үшін бізге қажетті ингредиенттер: 300 грамм ұн, 100 грамм сары май, 1 шай қасық тұз, 10 грамм қопсытқыш, 1 дана жұмыртқа, 100 мл қаймақ. Ұнға көбіктеп кесілген салқын сары майды қосып, қолмен араластырамын. Үстіне қопсытқыш, тұз сеуіп, тағы да араластырып аламын. Енді жұмыртқа, қаймақ салып, қамыр илейтін боламын. Қамырымыз дайын. 30 минутқа тоңазытқышқа қоя тұрамын. Салмасына қосатын ингредиенттер: 800 грамм тартылған ет, 2 дана жуа, тұз, бұрыш, сұйық май. Жуаны ұсақтап, көбіктеп турап аламын. Қызған майға тартылған етті салып, араластырамын. Қақпағын жауып, жақсылап 3 минуттай қуырып аламын. Қақпағын ашып, араластырып тұрамын. Үш минуттан кейін ұсақтап турылған жуамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Қақпағын жауып 10-15 минут қуырамыз. Ұзақ пісірудің қажеті жоқ. Ол қазір пешке салғанда да пісетін болады. Дайын болған салманы бөлек ыдысқа салып, суытатын боламыз. Қамырдың ішіне салған кезде міндетті түрде суытып салуымыз қажет. Қамырды тоңазытқыштан шығарамыз. Үстелдің үстіне ұн сеуіп, қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Осы қамырды жұп-жұқа етіп жайып алатын боламын. Қамырды жайып, пергамент қағазына салдым. Енді үстіне суып тұрған салмамызды салып шығамыз. Жиегінен 1-2 см бос қалдырамыз. Қамырдың екінші бөлігін жаямыз. Үстіне салып жабамыз. Жиектерін қосып, біріктіріп шығамыз. Енді әдемілік үшін осылай жасап шығамыз. Бұл міндетті емес, өзіңіздің қалауыңызша. Жұмыртқаны алып, ыдыстың ішіне араластырып аламыз. Осы жұмыртқаны біздің пирогымыздың үстіне жақсылап жағып шығамыз. Пирогтың үстін вилкамен тесіп шығамыз. Енді осы пирогымызды 180 градуста 30-40 минут пісіріп шығамыз. Пирогым осылай қызарып пісіп шықты. Пирогымызды кесеміз, жұмсақ болып кесіледі. Пирог өте дәмді, қамыры керемет, песочный болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осыны дайындауға кеңес беремін. Видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше.